Herkese merhabalar. A2 seviyesinin ikinci dersi haberin var mı? Barşаңызға сәлем. A2 dengiyinin ikinci dersi haberin var mı? Şimdiki zamanın rivayeti, gelecek zamanın rivayeti. Şimdiki zaman осы шақ, оның жалғауы your. Егер дауыссыз дыбыстан кейін жалғанатын болса, ый-yor, ий-yor, уй-yor, үй-yor болып жалғанады. Және оған mush жалғанады. Жалпы риваяттің жалғаулары мыш, миш, муш, мүш. Негізі осы мыш, миш қазақ тілінде де бар, Қазақ тілінде мыс, міс деген жалғау бар. Көріпті міс, келіпті міс, айтыпты мыш, айтыпты мыс деген секілді қазақ тілінде де мұндай жалғау бар. Және осы түрік тіліндегі риваяттің, яғни мыш, миш, муш, мүштің мағынасы осы қазақ тіліндегі мыс пен містің беретін мағынасына ұқсайды. Şimdiki заманның жалғауын біз осы шақтың жалғауын дәл сөйлеп тұрған уақытта болып жатқан бір іс-әрекет туралы айтқанда, немесе күнделікті қайталанатын әдетке айналған бір іс-әрекет туралы айтқанда, болмаса алдағы уақытта болатын, нақты жоспарланған, нақты болатын бір іс-әрекет туралы айтқан кезде қолданамыз. Ал енді осы іс-әрекеттерді біз басқа біреуден естіп, соны жеткізетін болсақ, онда біз мұны, яғни бұл кезде біз yorдан кейін мушты жалғаймыз. Дәл görülen ve duyulan geçmiş zamanның жалғаулары секілді, ды, ди, ду, ды мен мыш, миш, муш, мүш секілді, бұл жерде де мыш, миш, муш, мүш бір нәрсені басқа біреуден естіп, соны айтқан кезде қолданылады. Немесе кейіннен білген бір жағдай туралы, бір нәрсе туралы айтқан кезде қолданылады. Ал енді мысалдарды оқиық. Şu anda Ankara'da yağmur yağıyormuş. Қазір Анкарада жаңбыр жауып жатыр екен. Біз Қазақстандамыз, Анкарадағы таныстарымызбен, достарымызбен сөйлестік, және олар бізге қазір Анкарада жаңбыр жауып жатқанын айтты. Біз солардан естігенімізді басқа біреуге айтқан кезде міне осылай айтамыз. Şu anda қазір Анкарада жаңбыр жауып жатыр екен. Анкарada yağmur yağıyormuş. Siz çok güzel şarkı söylüyormuşsunuz. Siz өте әдемі ән айтады екенсіз. Şarkı söylüyormuşsunuz. Бұл жерде ән айту оның жасайтын, қайталанатын тұрақты ісі. Не болмаса жасай алатын әдетке айналған бір ісі. Міне сол туралы оның жақсы ән айтатынын басқа біреуден естіп, сол естігенімізді айтқан кезде міне осылай жеткіземіз. Nagihan dondurma sevmiyormuş. Nagihan balmuzdaқты ұнатпайды екен. Düne kadar ben sizi anlamıyormuşum. Кешеге дейін мен сізді түсінбей келіппін, түсінбеген екенмін. Müdür İngilizce biliyor muymuş? Direktör ағылшынша біледі ме екен. Bu pazar pikniğe gitmiyor muymuşuz? Бұл жексенбі күні piknikке barmaydı mı ekenбіз. Ali ve Ömer bugün derse gelmiyorlarmış. Ali мен Ömer bugün sabаққа келмейді екен. Бүгін сабақ болады, ол жоспарланған кесте бойынша болатын сабақ. Бірақ сол болатын сабаққа Ali мен Ömer келмейді екен. Олардың келмейтіні де белгілі болғандықтан біз бұл жерде yorмен айтып тұрмыз. Келер шақта болса да yorмен айтып тұрмыз. Ali ve Ömer bugün derse gelmiyorlarmış. Gelecek zamanın rivayeti. Gelecek zaman degenimiz ол келер шақ еді. Жалғаулары acak, ecek. Оған мыш немесе миш жалғанады. Acak, мыш, ecek, миш. Бұл да алдағы уақытта болатын бір нәрсені басқа біреуден естіп, соны жеткізген кезде қолданылады. Film saat 9'da başlayacakmış. Film saat 9'da басталады екен. Біз фильмнің сағат 9'da басталатынын басқа біреуден естіп білдік. Және сол естігенімізді айтқан кезде міне осылай айтамыз. Galiba yeni bir araba alacakmışsınız.
естуімше жаңа бір көлік машина алады екенсіз. Олардың машина алайын деп жатқанын басқа біреуден естідік. Oya az kalsın merdivenden düşecekmiş. Babam yemek yemeyecekmiş. Sen de toplantıya katılacak mıymışsın? Sen de jinalıska katsadıma ekensin. Bu ilacı her gün içecek miymişim? Erkan gazeteyi okumayacak mıymış? Ya болымды және болымсыз сөйлемдерді жасау оңай. Ajak, ejектен кейін мыш немесе мишті етістікке жалғаймыз. Егер болымсыз сөйлем болса, онда ajak, ejектің алдына маме қоямыз. Ал енді сұраулы сөйлем жасаған кезде біздің жалғауларымыздың қайсысы қай жерге, қайда жалғанады, соған назар аударыңыздар. Тек келешек заман, яғни келер шақтың жалғауы ajak, ejек қана етістікке жалғанады да, ал мыш пен миш және жіктік жалғаулары бірінші, екінші, үшінші жақтың жекеше немесе көпшенің ол сұраққа жалғанады. Біздің сұрағымыз мысалы ми, мыймышсың, мимишсің, мыймыш. Бұлардың барлығы жіктелуіне қарай міне мыш миштен кейін өздерінің тиісті жалғауларын алып тұр. Әрі қарай жалғастырамыз. Жаттығулар, arkadaşlar, yerleştirelim. Mına жерде oyna, et, yani oynamak, etmek, satmak, hoşlanmak, biriktirmek, kalmak, erimek, demek деген етістіктер бар. Ойнау, yani ету, жасау, сату, hoşlanmak, ұнату, biriktirmek, біріктіру, жинау, kalmak, қалу, erimek, еру, demek, деу, айту. Осы етістіктерді мына жердегі бос орындарға, тиісті орындарға қойып, оған şimdiki zamanın rivayetinin жалғауын, yormuştu жалғауларыңыз керек. Видеоны осы жерде тоқтатып, тапсырманы орындаңыздар. Одан кейін әрі қарай жалғастырып, дұрыс жауабын көресіздер. Mine söylemlerimizden doğrusu осылай болуы керек. Öğretmenine göre oğlum son günlerde pek ders çalışmıyormuş. Sınıftaki erkekler haftada bir gün halı sahada futbol oynuyorlarmış. Meryem yurtta değil, dayısının evinde kalıyormuş. Komşumuz Bekir Bey arabasını satıyormuş. Biz alalım mı? Serhat Lale'yi seviyormuş ama Lale Serhat'tan hoşlanmıyormuş. Amcamlar yeni bir ev almak için 2 yıldan beri para biriktiriyorlarmış. Bilim adamlarına göre kutuplardaki buzullar hızla eriyormuş. Çağla, evlenmek için beyaz atlı prensimi bekliyorum, diyormuş. Doktorlar, çok yaşlı, ölüm riski var deyip dedemi ameliyat etmiyorlarmış. Sizler de dәл осылай жасадыңыздар деп ойлаймын. Evet, dedikodu. Yani бұл жалпы мыс, басқа біреуден естіген нәрсемізді айтқанда, бір әңгіме ертегі айтқан кезде, немесе өсек айтқан кезде қолданылады. Yormuş, немесе ajak, ejek, miş. Бұлардың барлығы сондай болады екен, жасап жатыр екен, жасаған екен, істеген екен деп біреуден естігенімізді басқа біреуге айтқан кезде міне осыны қолданамыз, риваетті. Енді dedikodu. Dedikodu дегеніміз өсек. Мына жердегі бос орындарға тиісті жалғауларды етістіктерге жалғап, мына мәтінді аяқтаңыздар. Мәтініміз міне осындай болады. Cemile ve Tuğçe'nin konuşması, yani Cemile мен Tuğçe'nin әңгімесі. Videonu toxtatıp, мәтінді толықтай оқып шығыңыздар. Kelesi yerleştirelim. Taşınmak, girmek, anlatmak, demek, etmek, kalkmak, dökmek. Taşınmak, koşu, girmek, kırı, anlatmak, түсіндіру, demek, деу, айту, etmek, ету, істеу, kalkmak, тұру, dökmek, төгу. Енді бұл жерде біз ajak, ejek, yani gelecek zamanın rivayeti
Sonun жалғауымız керек. Birinci misalda ne deydi? Erdal bir gün izin almış, yarın işe gelmeyecekmiş. Erdal bir күнге рұқсат алыпты, bir gün рұқсат алыпты, ертең жұмысқа келмейді екен. Gelmeyecek desek бұл келмейді деген мағынаны білдіреді. Ал gelmeyecekmiş, келмейді екен. Әрі қарай бос орындарға тиісті етістіктерді және жалғауларды жалғап, сөйлемдерді аяқтап шығыңыздар. Сөйлемдеріміздің дұрыс нұсқасы осылай болу керек. Babam söyledi. Sen mutfakta anneme yardım edecekmişsin. Әкем айтты. Sen ас үйде, ас бөлмесінде anama көмектеседі екенсің. Yardım edecekmişsin. Zahide yarın sabah erken kalkacakmış. Bu nedenle erken uyudu. Zahide ертең таңертең ерте тұрады екен. Сол себепті ерте ұйықтады. Garson az kalsın çayı Aliye'nin üstüne dökecekmiş. Son anda dengesini sağlamış. Senaryoya göre ben seni seviyorum diyecekmişim ve mutlu son. Duydum ki Konya'ya taşınacakmışsınız. Orada yeni bir iş mi buldunuz? Hepimiz Haziran'da final sınavına girecekmişiz. Aslında sana bütün gerçeği anlatacaklarmış ama sen onları dinlememişsin. Мына сөйлемдерге байланысты жалпы сабақта түсінбеген жерлеріңіз болса, түсініксіз сөздер болса, оны осы видеоның астына жазыңыздар, сұраңыздар, немесе WhatsApp арқылы, Instagram арқылы бізге хабарласып, сұрақтарыңызды жолдауларыңызға болады. Біз сіздердің барлық сұрақтарыңызға жауап беруге әзірміз. Evet, işaretleyelim. Arkadaşlar, mına жерде testimiz var. Söylemдердегі бос орынға қай сөздер сәйкес келеді, соны таңдауларыңыз керек. Біріншісі, 30 yıl aradan sonra dün İzmir'e kar. Қалай біту керек бұл сөйлем? 30 жылдан кейін кеше İzmir'ге қар. Әрі қарай етістіктің тиісті формасын осы жерге қоясыздар. Eline sağlık hanım. Yemek çok lezzetli. Eline sağlık деп, жалпы тамақ істеген адамға айтамыз. Қолың дерт көрмесін. Тамақтар өте дәмді. Бос орынға тиісті етістікті қойыңыздар. Daha önce hiç böyle bir şey. Бұдан бұрын еш мұндай бір нәрсе. Бос орынды толтырамыз. Nusret yarın sana çok önemli bir şey. Nusret ертең саған өте маңызды бір нәрсе. Bu konuda Furkan da hiçbir şey. Bu meseleye қатысты, бұл meselede Furkan da hiç нәрсе. İkinci Dünya Savaşı tam 6 yıl. Екінші дүниежүзілік соғыс тура 6 жыл деп әрі қарай жалғасу керек. Yaşlı adamın banka hesabında tam 6 milyon TL. Қарт адамның банктағы есепшотында тура 6 milyon Türk lirası TL дегеніміз. Türk lirası сөйлемді қалай бітіруіміз керек, қалай аяқтауымыз керек. Мына 4 варианттың бірін таңдайсыздар. Видеоны тоқтатып, тесттің жауаптарын белгілеп алыңыздар. Одан кейін әрі қарай жалғастырып, өздеріңіздің жауаптарыңызды дұрыс жауаптармен салыстырасыздар. Ал дұрыс жауаптарымыз міне мынандай. 30 yıl aradan sonra dün İzmir'e kar yağmış. Kişi İzmir'e kar жауыпты. Ellerine sağlık hanım. Yemekler çok lezzetli olmuş. Тамақтар өте дәмді болыпты. Daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim. Бұдан бұрын еш мұндай нәрсе көрмеген едім. Nusret yarın sana çok önemli bir şey söyleyecekmiş. Nusret ертең саған өте маңызды bir нәрсе айтады екен. Bu konuda Furkan da hiçbir şey bilmiyormuş. Furkan da hiç нәрсе bilmeydi екен. İkinci Dünya Savaşı tam 6 yıl sürmüş. Екінші дүниежүзілік соғыс тура 6 жылға созылыпты. Yaşlı adamın banka hesabında tam 6 milyon TL varmış. Қарт адамның банктегі есепшотында
Däl, tuğra 6 milyon Türk lirası bar yeken, varmış. Evet arkadaşlar, bir dersin daha sonuna geldik. Bir sabahımızda tağda ayaqtadık. Nazarlarınızga rahmet. Kelesi sabahta görüşkençe sağ bolыңыздар.